Сәлем достар, бүгін мен құлақ аурулары туралы айтатын боламын. Әдетте құлақ шуылдаса көпшілігіміз оны қалыпты құбылыс санап елемей қоя саламыз. Бұл дұрыс емес екен. Отоларингологтар құлақ шуылдауының бірнеше себебі бар дейді. Әсіресе құлақтағы шу үнемі ұйқы алдында қайталанатын болса, немесе ол бірнеше күнге созылса, бас айналуына ұласса, онда ойлануға тура келеді. Бірінші, артериалдық қысымның артуы. Егер құлақ шуылы көбіне ұйқы алдында сезілетін болса, ол аздап бас айналғандай сезім тудырса, бұл жүрек ауруының белгісі болуы мүмкін. Құлақтағы шуыл басталғанда көз алды қарауытуы, кеуде тұсының ауырсынуы, инсульт қаупі барын білдіреді. Мұндайда қалыпты кездегі және құлақ шуылдап тұрған сәттегі қан қысымын өлшеңіз. Болмашы айырмашылық сезілсе де бұл жайында кардиологқа хабарлағаныңыз жөн. Жүрек қызметін тексертіп, тиісті ем алыңыз. Екінші, ми тамырларындағы атеросклероз, яғни кезінде тамырлар созылғыштарын жоғалтады. Мұндайда қан қозғалысына қарай кейбір тұстарда кептеліс сезілуі мүмкін деп жазады. Ал ол бастағы есту қабілетін реттейтін жүйке талшықтарды қысады да, содан құлақта шу туындайды. Кейде ол дене қызуы көтерілгенде, ағзаға физикалық салмақ түскенде, ортаңғы құлақ суықтағанда да шуылдайды. Бұл жағдайлардан тыс кездегі жиі байқалатын құлақ шуылы невропатологқа көріну керектігін білдіреді. Үшінші, отит. Құлақ суықтағанда шуылдайды. Отит белгісінде онда қызару, ысу ұстағанда ауырсыну, естудің нашарлауы байқалады. Асқынса, іріңдеуі де мүмкін. Әдетте отит шомылғанда құлақ қуысына су кіруінен, оны тазалағанда жарақаттап алу салдарынан болады. Респираторлық вирус те отитті туындатуы мүмкін. Және де білікті маманнан ем алу керек. Төртінші, бас сақинасы. Оның негізгі белгісі бастың бір жағының тоқтаусыз сынып ауруы және сол тұстағы тамырдың қатты соғуы. Құлақтағы шуыл соның салдарынан болады. Бесінші, аутосклероз. Құлақ ішіндегі орта қуысты сүйек тіні өсуінен болатын созылмалы қауіпті ауру. Бұл кезде құлақтағы тоқтаусыз жалғасады. Алдымен бір құлақта байқалғанымен көп ұзамай екінші құлаққа өтеді. Ол басты ауыртады, естуді нашарлатады, мұның соңы саңыраулыққа соқтырады. Аутосклероз әдетте жасөспірім кезде басталады, әсіресе әйелдерде көп кездеседі екен. Алтыншы, шашыраңқы склероз. Құлақтағы шу бас айналу жүрген кезде теңселу тудырса, денеде құмырсқа жүргендей тітіркену болса, бұл жүйке жүйесі жұмысының зақымдалуын білдіреді. Шашыраңқы склероз ми жұмысын бұзатын ауру. Бұл диагнозды тәжірибелі дәрігер ғана тиісті зерттеу сынамасы арқылы анықтай алады. Емі өте ұзаққа созылады. Жетінші, невринома. Бұл есту жүйесінің қатерлі ісігі болып табылады. Әдетте ол құлақтағы шуылдың уақыты, өте келе үдеуі, бас айналуының ұласуы, естудің нашарлауынан басталады екен. Бұл білдірмей баяу басталатын қауіпті ауру. Алғашқыда құлақ тұсы миды қосса шыңылдатып, тез өте шығатындықтан көп адам оған мән бермейді. Кенеттен құлақ тұсы шың ете қалғанда, адам теңселіп немесе әлденеге шалынып қалғандай күй кешетін болса, онда дәрігерге көрінгені дұрыс. Өйткені невринома есту қабілетін жояды, беттің жансыздануы көрудің әлсіреуіне де себеп болады. Осы жағдайларға мән бере отырып, құлақ жиі шуылдайтын болса, уақыт тауып дәрігерге көрінгейсіз. Денсаулық бәрінен қымбат емес пе?